Мен дауама аля тарки сунани кана нақсан фи динихи. Кім сүннет амалдарды тастау, әрқашанда тастаумен болатын болса, онда оның дінінде не болады? Нұқсан болады деді. Оның дінінде нұқсан, яғни оның діні азая береді деді. فإن كان تركه تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا дейді. Ал кім сүннет амалдарды және нәфіл амалдарды тахауынан жасайтын болса, тахауынан дегеніміз қойшы осы сүннетті жасамай-ақ қойыншы деген сезіммен жасайтын болса дейді, тастайтын болса. Немесе рағбатан анха, яғни сүннетті жасаудан қашатындай амалмен жасайтын болса, қашатындай, яғни сүннет жасағысы келмейді, жүрегі қаламайтындай болатын болса, онда ол фисқ болады дейді. Фисқ дегеніміз не? Фасық болады дейді, фасиқ, күнәһар болады дейді. Хайту қала нәби саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен рағиба ан суннати фалейса минни", кім менің сүннетімді жасамайтын болса, жасағысы келмейтін болса, фалейса минни, онда ол менен емес дейді. Яғни мен үмметімнен емес дейді. Көрдіңіз ба? Менің үмметімнен емес дейді. وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның кезіндегі сахабаларға қараңдар, одан кейінгі табииндерге қараңдар. Әрбір сахаба, әрбір табиин әрқашанда сүннеттерді орындайтын болған. Сүннеттерді қалай орындайтын болған? Фарыздарды қалай орындайды? Тура сол сияқты сүннеттерді орындайтын болған. Фарыздарды қалай тастамайды? Тура сол сияқты сүннеттерді тастамайтын болған екен. Көрдіңіз ба? Яғни біз сүннетке солай бекем болуымыз керек. Қашанда біз сондай сүннетке бекем боламыз, соншалықты біз бұл өмірде және ақыретте бақытты боламыз. ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابها. Сахабалар, табииндер ешқашанда сүннет, фарыз деп бөлмеген дейді, олар толығымен бұны тастамай жасаған екен. وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها. Ал фақих ғалымдар фиқ кітабын жазған кезде мынау сүннет, мынау фарыз, мынау уәжіп деп бізге ажырату үшін не істеген? Жазып берген. Біз кейде фиқ кітабын оқимыз да, мынау сүннет екен ғой дейміз де не істейміз? Жасамауға болады деген нәрсені түсінеміз. Анда-санда тастасаң болады деген нәрсені түсінеміз. Сүннет, значит, соны жасамай қойсаң болады. Макрух, онда оны жасасаң болады дейді. Макрух, онда жасап тұрсаң болады деген. Оны жасайсың, күніге жасайтын боласың. Көрдің бе? Яғни фақих ғалымдарымыз осы затты не үшін айтып жатыр? Ажырату үшін дейді. Амалдарды ажырату үшін. Мына фарыз, мына сүннет, мына уәжіп, мына мұстахаб деген нәрселерді ажырату үшін дейді. Ал сахабалар барлығын бірдей жасайтын болған. Фарызды, сүннетті бірдей жасайды. Фарызды, нәфілді бірдей жасайды. Фарызды, мұстахабты бірдей жасайды. Айырмашылық жоқ. وَأُجُوبُ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ وَالنَّفِيهِ. Кім сүннетті тастайтын болса, және де кім сүннетті жоққа шығаратын болса, уджубул иқаб, Аллах Тағаланың азабы болады дейді, міндетті түрде. وَلَعَلَّ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقِصَّصِ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدِ بِالْإِسْلَامِ. Ал енді осы хадистегі адамдар, жаңа айтып кеткен хадисте, ғалымдарымыз айтады, ол адамдар исламды жаңадан қабылдаған адамдар ғой. فَاكْتَفَى مِنْهُمْ بِفِعْلِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ فِي تِلْكَ الْحَالِ. Сол кезде оларға осы нәрсе жеткілікті болатын еді дейді. Яғни намаз бастаушы адамға біз бірінші нені үйретуіміз керек? Ең бірінші фарыз үйретуіміз керек. Ең бірінші фарыз үйретуіміз керек. Не үшін? Өйткені оның мойнында қазалар болып қалмасын. Ол қаза етіп алмасын намазын деген ниетпенен. Одан кейін бар, фарызды толығымен үйренгеннен кейін сен сүннеттерді қоса бересің. Фарызды үйреніп бітті ме, одан кейін өзінің бауырыңа, жаңағы намазды енді бастап жатқан бауырыңа айтасың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен, кім күніге 12 ракағат оқитын болса, Аллах Тағала оған жәннатта бір зәулім үй соғады. Осы хадисті айтасың. Ол қандай 12 намаз, 12 ракағат намаз? Ол сүннет муаккада намаздар. Құптаннан кейін 2 ракағат, таң намазының алдында 2 ракағат, бесінің алдында қанша?
Бесінің алдында 4 ракат, одан кейін бесінен кейін 2 ракат, шамнан кейін 2 ракат, 12 ракат. Кімде кім осы 12 ракатты оқитын болса, Аллах Тағала оған жәннатта зәулім үй соғып береді дейді. لِأَلَّا يَثْقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَيَمِيلُوا. Оларға қиын болып кетпес үшін. Сол үшін біз оларға бірінші фарызды үйретеміз. Хатта ида иншарахат судурухум, енді олар намазды бастап жүректері ашылған кезде лил фахми анху вал хирси аля тахсили thawабил мандубат, олардың жүректері ашылып, мен сауаптарды көп жасағым келеді деген кезде сен оларға не айтасың? Осы сүннет, мұстахаб амалдарын айтасың. Сахулат алейхим, осы кезде ғана оларға жеңіл болады деп осы сөзін аяқтады дейді. Абдуд даиф деген ғалым кісі айтады.